Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық. Қарбыз жаз мезгілінің сүйікті жемісі. Алайда оның бәріміз білмейтін жасырын зияны бар болуы мүмкін. Бұл видеода қарбызды шамадан тыс жеудің ағзаға әсері, әсіресе бүйрекке, қан деңгейіне және асқазанға тигізетін кері әсері туралы айтылады. Белгілерге назар аударыңыз, өз денсаулығыңызды бақылауда ұстаңыз. Қарбыз жаздың символы, шөлді басатын, дәмді, тәтті жеміс. Бірақ сіз білесіз бе? Күнде жеп жүрген бұл жеміс ағзаңызға зиян болуы мүмкін. Қалай дейсіз бе? Бүгін осы тақырыпты толық ашамыз. Қарбыздың жасырын қауіптері туралы айтып береміз. Бір бөлім, құрамындағы қант. Қарбыз табиғи тәтті. Бірақ құрамында глюкоза мен фруктоза өте жоғары. Көп мөлшерде жеу қант диабетімен ауыратындар үшін өте қауіпті. Қандағы қантты күрт көтеріп жібереді. Бұл әсіресе 50-60 жастағылар үшін үлкен қауіп. Екі бөлім, асқазанға әсері. Қарбызды аш қарынға жеуге болмайды. Ол іштің кебуіне, газ жиналуына, іш өтуіне себеп болады. Асқазан ішек жолында ақау болса, абай болу қажет. Үш бөлім, су көп пайдалы ма, зиян ба? Қарбыздың 90-92 су. Бірақ шектен тыс су жиналуы бүйрекке ауырлық түсіреді. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі бар адамдарға шектеулі түрде жеу керек. Төрт бөлім, сапасыз қарбыз, улану қаупі. Ерте піскен немесе нитратпен өсірілген қарбыздарда химиялық заттар көп болады. Симптомдары: жүрек айну, іш өту, әлсіздік, бас айналу. Мұндай жағдайда дереу дәрігерге жүгініңіз. 5 бөлім, қарбызды қалай дұрыс жеу керек? Тек негізгі тамақтан 1-2 сағат кейін. Күнделікті мөлшер 200-300 грамм жеткілікті. Және әр адамның жеке жағдайын ескеру маңызды. Қант, бүйрек, асқазан мәселелері. Қарбыз пайдалы, бірақ мөлшермен. Әсіресе жасы 50-ден асқан адамдар үшін денсаулыққа қауіп төндірмеу үшін бақылау қажет. Денсаулығыңыз өз қолыңызда. Жемісті де, дәруменді де санап, сараптап қолданыңыз. Егер пайдалы болса, лайк басыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Пікірге жазып қалдырыңыз, сіз қарбызды қалай және қанша жейсіз? Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық.